Сәлем балалар! Ана тілі пәнінен 62-ші сабақ заттың атын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдыңғы сабақта өткен ережені есімізге түсірейік. Заттың атын білдіретін сөздерге кім-кімдер, не-нелер деген сұрақ қойылады. Кім? Қыз, кім мұғалім, кім ағай, не дәптер, не өшіргіш, не ит, не қағаз, не кілт, не есік. Нелер? Есіктер дейміз, балалар, Нелер? Кітаптар. Кімдер? Балалар. Кімдер? Қыздар. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Келесі бірінші жаттығуға қарақ. Бірінші жаттығу: өлеңді оқы, жаттап ал. Қолыңды жу. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі, ақ көбікке малып. Жасыл, қызыл, ағын, қолдана бер бәрін. Жуынғанда дәйім, қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұлда, тазалық бар мұнда. Таңда, түсте, кеште, қол жуудан тыңба. Серікбол Хасен. Авторы. Балалар, өлең не туралы айтылған екен? Қолды жуу, тазалық туралы айтылған екен. Тазалықты үнемі сақтау үшін не істеу керек екен, балалар? Тазалықты үнемі сақтау үшін әрқашанда қолымызды жуып жүруіміз керек екен, балалар, Сабынның пайдасы қандай, балалар? Сабын қолымыздағы түрлі микробтардың барлығын тазартады екен, балалар, Жақсы. Заттың атын білдіретін сөздер табайықшы. Сабын, жақсы, балалар. Тазалық және қол деген сөздер бар екен, Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, балалар, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Бізге жұмбақ берілген екен, балалар. Жұмбақты шешейік. Және оны дәптерге көркем жазуымыз қажет. Жуған киім тазарып, өзі қалды тым арып. Ол не, балалар? Сабын. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Келесі үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу: көркем жаз. Су, сабын, сүлгі, тарақ, айна. Балалар, осы сөздерді дәптерге әдемі етіп көркем жазып алайық. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, төртінші жаттығуға қарайық. Төртінші жаттығу: сурет атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап айт дейді, балалар. Бірінші нені көріп тұрмыз? Тарақ, алғашқы әріпі Т. Келесі айна, А. Келесі суретте зымыран, З. Алма, А. Лақ, Л. Ыдыс, Ы әріпі бастапқы әріпі. Қоян, Қ әріпі. Сонымен, балалар, тазалық деген сөз шығады екен, Жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар, балалар.